Бірде орманда Рыжик есімді кішкентай жануар өмір сүрді. Рыжик өте қызық болды, және әлем туралы мүмкіндігінше көбірек білгісі келді. Ол орманды аралап, айналасындағылардың бәрін зерттеді. Бірде ол үлкен шалшыққа тап болды. Ол өте әдемі болғандықтан, Рыжик өзін ұстай алмай шалшыққа секірді. Шалшық сиқырлы болып шықты, ал Рыжик балыққа айналды. Ол қорқып кетті, өйткені ол өзінің қалыпты түріне қалай оралуды білмейді. Содан кейін ол таудың басында өмір сүрген ақылды қарақұйрықты табуға шешім қабылдады. Рыжик жолға шықты, бірақ балық түрде қозғалу қиын екенін тез түсінді. Ол Томмен, Реймен және Майкпен кездесті. Олар кездейсоқ орманға кіріп, оның бақытсыздығын байқады. Достар табанды болды және Рыжикке қарақұйрықты табуға көмектесуге шешім қабылдады. Олар бірге жүріп, бақалар, құрбақалар және көбелектер сияқты көптеген қызықты кейіпкерлерді кездестірді. Олардың әрқайсысы тарих кейіпкерлерімен өздерінің даналығымен және оларды іздеуге көмектесетін кеңестерімен бөлісті. Ақыры олар қарт адам өмір сүрген таудың басына жетті. Қарт қара құс өте ақылды болды және Рыжикке оны әдеттегі түріне қайтаруға сусын берді. Қуанышты достар көптеген шытырман оқиғаларды өтіп, үйге оралды және олармен болған бұл күлкілі оқиғаны ешқашан ұмытпайды. Олар қандай қиындықтарда болмасын, әрқашан бірге жұмыс істеу және бірін-біріне көмектесу арқылы шешім таба алатынын түсінді.